Одан кейін мынандай әйелдер біргеміз, күйеуіңмен қырылып қаласың ғой. Қазір бала шағаның тамағын пісіріп беріп алайын. Содан кейін бала шағаның киімін жинап кетем. Әлақ мен қадірімді түсініп, мен сияқты әйелді жіберіп алғаныңа өкінетін боласың. А мен квартира снимать етем, бала шағамды садикке берем, өзім жұмыс істеймін, үйге ақша жинайым, үй алып, машина алып, шетелге шығып, жаңағы әдем болып, арықтап, бетің тазарып, шашың ұзын болып, өсіп, в общем, бай қуатты болып байып кетесің ғой. Ал күйеуің андай бір қақпас әйелді алып, сонымен бақытсыз өмір сүріп кетеді ғой, в общем, ойыңмен да. Осының бәрін ойлап бітіп, жынданып болам дегенше тамағың пісет та. Тамақ піскен кезде дым болмағанда күйеуің кеп, маған да тамақ саш, етің көп те оқып дейді.